Сәлем достар, бүгін сіздермен ең оңай жұп-жұмсақ дәмді кекстарды бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды ыдысымызға салып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейтін боламыз. Үстінен қантты 2-3 бөлікке бөліп, жұмыртқа мен қант ағарғанша жақсылап араластырамыз. Жұмыртқалы массаның үстіне сұйық майды құямыз, одан кейін сүтті құямыз. Барлығын жақсылап толығымен біркелкі болғанша араластырамыз. Ендігі кезекте ұнның үстіне 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, жұмыртқалы массаның үстіне електен өткізіп салатын боламыз. Онды бірден салып тастамаймыз, аз-аздан салып отырып електен өткіземіз. Достар, кексқа қажетті құрамның барлығын төменге жазып қалдырып кеттім. Сол жерден қарап, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Онды салғаннан кейін біркелкі болғанша араластырамыз. Міне достар, бізде осындай қою қамыр шығуы тиіс. Енді шыққан қамырымызды кекстің формаларына жартылай құйып шығатын боламыз. Дәл осы кезде пешті қыздырып қоюды ұмытпаңыздар, 180 градуста. Барлық формаларға құйып болғаннан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне достар, біздің дәмді кекстарымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, өте жұмсақ дәмді болып шығады. Және де видеоның соңына дейін тамашаласаңыздар, менің каналыма тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.